Всем привет! Қалайсыңдар, достар? Всем привет, достар! Десең, қайта өтсем. Всем привет! Менің домалақпастарым, сабақпастарым, қалайсыңдар? Короче, бүгін бізде влог болады. Менің бір күндік сабағыма. Hello. Короче, бүгін мен қазір именно сабаққа баруым керек болады. Қазір мектепке жиналамын, кеттім. Алдын ала, менің бетіме, бетіме деппін ғой, киінетін боламын, қарамаңыздар. Так, мен бірінші ішіме ақ футболка киіп аламын, потому что нормально әдемі болып тұрсын деп. Кейін бірақ рубашканы киемін. Шын негізінде просто менің шкафымда көп заттар барды, и поэтому таба алмаймын. Вот таптым. Енді, мен астыма шалбар киемін. Любой, шалбар. Өйткені мен 9 класс оқимын, и поэтому нормально. Вот смотрите, өзінің типа образы. Типа емес, сабаққа арналмаған, но ішінде тұратын, осындай образ пайда болды. Мен қазір өзіме школаға арналған формамды киетін боламын. Уже сағат 3, достар. Мен 5-ке уже сабаққа баруым керек. 5-те шығуым керек. Потому что менің, мектебім алыс, и поэтому тез шығу керек. Қараңыздар, достар. Менің көп мектеп формам. Сол үшін мен осындай таңдай салам. Мен юбкамны өзі сондай 4-те бақ. Так. Енді астыма осындай неге салам, колготки. Потому что мен шалбармен деп ойлап қалдым, өзімді барады деп. Сөйтсем мен шалбарым жоқ екен. Так, енді мен шашымды істеймін. Әйтпесе, мен шашым жайылып барады емес. Апай, мені вообще өлтіреді. Сол үшін тез істеп тастау керек. Маған. Әйтпесе, білесіздер, смотрите менің образымды. Мен сумкам таппай жатырмын, достар. Сумкам. Осындай жилетка киіп аламын, потому что біздің дала уже андай болып тұр, бұңғырлау. Вот. Уже 4:30 болды, достар. Не істесем болады. Кетка. Сумкам қайда? Сумка. Достар, сумканы қайдан көрдіңдер? Айтын кетіңдер. Осымен бара салайын. Ой, ё-моё, ұйықтай береміз. Так, тұрам. Достар, мен боянуды беттім. Уход жасауды кеттім. Как мен забыла? О май гад. Так. Осылай аламда тойны не болып кетті. Ойбай, есік ашылып қалды. Бәрібір. Так. Блин, что это? Көрдіңіздер ме, боямағаннан кейін бетім мұңға болып тұр. Так, осындай менде бірінші алдын ала арналған қып-қызыл румяна, то что мен нормально болып көріну үшін. Кейін оны араластырамыз. Енді бетіме осындай ашық розовый консилер румяна жағамыз, то что ұмытып қалдым. Оны айландырамыз. И осындай консилер менде. Кейін ерніме жағатын көптілі глазя. Так, давайте осындай менде нем бар, консилерім ерінге жағатын. Кейін, не, достар?
ерінге жағатын, одан кейін бетіме сары румяна. Иә. Кейін енді так істеп алдым. Енді обязательно осындай губка, спонж и... Так, бізде ең главный заттар ол бірінші осындай... Бірінші ол бізде обязательно тоналка. Тоналкадан басқа енді болмайды. Тоналка жағамыз. Енді оны спонж дейміз. Араластыра аламыз спонжбен. Одан кейін кірпік жағамыз бетімізге. Енді күшті болды. Достар, если сіздер мені екінші влог көрсеңіздер, комментарий жазып кетіңіздер. Пока-пока.